Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Past 7 Workbook Unit 2 ревью тақырыбындағы жаттығу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 26 and 27, 26-27 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз осы екінші тарау бойынша өткен тақырыптар бойынша қайталау тапсырмаларын орындаймыз. Match sentences halves 1 to 6 with A to F. Төмендегі берген сөйлемдердің жалғасын табуымыз қажет. The first. I can't read my book because the lamp next to my bed isn't working. Мен кітап оқи алмаймын, себебі менің төсегімнің қасындағы лампа жұмыс істемейді. The second, we've got a shower in our bathroom, but we haven't got a bath. Біз жатын бөлмеде душымыз бар, бірақ ванна жоқ. The third, I've got a desk in my room, so I can do my homework there. Менің бөлмемде парта бар, сондықтан мен үй жұмысын орындай аламын ол жерде. The fourth, we normally sit on the sofa to watch TV. Біз әдетте диванға теледидар көру үшін отырамыз. Have you got a chest of drawers in your bedroom? Сенің жатын бөлмеңде суырма немесе тартпа дейміз, бар ма? The last one, we only eat in the dining room when we have a special meal with visitors. Біз ас ішетін бөлмеде тек қонақтар келген кезде ғана тамақтанамыз. Next, the second. Complete the description of the celebrity's home with the words in the box. Төмендегі жұлдыздардың үйі атты жұлдыздардың үйіне сипаттаманы түсіп қалған сөздермен толықтыруымыз керек. Let's complete. This lovely house is our celebrity's holiday home, not his full-time residence. Бұл сүйкімді үй жұлдыздың демалыс үйі, бұл барлық уақытта болатын үйі емес. He comes here 2 or 3 times a year for a short break to see friends, swim, go sailing or fishing. Ол бұл үйге жылына 2-3 рет қысқа демалыс үшін келеді, достармен кездесіп, жүзу, қайықпен жүзу немесе балық аулау үшін. The view of the sea from the house is magnificent. Үйден шығатын теңізге деген көрініс таңғажайып. The main bedroom has enormous windows, so you can look down to the house beautiful private beach. Бұл үйдің басты жатын бөлмесінің терезелері үлкен, сондықтан сен осы үйдің жеке жағажайына керемет көріністі көре аласың. The house is over 100 years old and it is very traditional. Бұл үйге 100 жылдан астам болған және де бұл өте көне. There is a large balcony outside the living room and it is famous for the parties which they have there. Және де бұл жерде қонақ бөлмесінен сыртқа үлкен балконы бар, және де ол өзінің осы жерде болатын кештермен танымал дейді. Next, exercise 3. Complete the sentences with the present continuous, affirmative or negative form of the verbs in the box. Жоғарыда берген етістіктермен төмендегі сөйлемдерді болымды болымсыз түрде толықтыруымыз қажет. Және сөйлемнің бәрі бізде present continuous'та болу қажет. They are going to the museum at the moment. Дәл қазір сәтте олар мұражайға бара жатыр. The second, we aren't watching a film on TV. Біз теледидардан кино көріп жатқан жоқпыз. The third, he's chatting to his friend on the internet. Ол достарымен интернет арқылы сөйлесіп жатыр. I am not meeting Sarah today. Мен бүгін Сараны кездестірмедім. Miley Cyrus isn't making her new TV show today. Miley Cyrus бүгін теледидарда жаңа бағдарлама жасамады.
I'm finishing my homework now. Мен қазір үй жұмысымды аяқтап жатырмын. Next exercise 4. Complete the crossword. Yes. Мына келесі бетте мына сөйлемдерге қарай отырып, мына crossword толықтыру қажет. Жауаптар осындай. I'm taking the dog for a walk now. Яғни бұл жерде аудармасын, яғни сөздерді бірден айтып отырайын. Across дегеніміз көлденеңінен жазасыздар бұл сөздерді. Across. Бірінші tidy. Жоқ, бесінші бізде сөз мына жерге tidy деп жазасыз. Go, rubbish, floor, және де make деп жазасыз. Енді down дегеніміз тігінен. Бірінші мына жерге bed, ironing, clean, төрт washing, бес take, алты your room деген сөз жазасыз. Next, the fifth, present simple and present continuous. Яғни осы екі шарттың айырмашылығына байланысты жаттығу берілген. Complete the sentences, use the present simple or present continuous form of the verbs. Төмендегі берілген сөйлемдер мағынасына сәйкес жоғарыдағы сөздермен present simple немесе present continuous'ты сөйлем жасауымыз керек. She's doing her homework at the moment. Енді at the moment дегеніміз бұл present continuous'тың көмекші сөзі, сондықтан сөйлемді present continuous'та қоямыз. Ол дәл қазір сәтте үй жұмысын орындап жатыр. I don't go to school on Sundays. Мен жексенбі күндері сабаққа бармаймын. Яғни бұл қайталанатын іс-әрекет болғандықтан present simple'да тұр сөйлем. The third, what time do they have dinner on Mondays? Олар дүйсенбі күндері қай уақытта кешкі ас ішеді? Сөйлем present simple'да. It's very hot, яғни күн қазір қатты ыстық. We aren't wearing jackets today. Біз бүгін курткаларымызды кимедік. They always arrive home at 6 o'clock. Олар әрқашан үйге сағат 6-да келеді. Яғни күніге қайталанатын іс-әрекет, күніге сағат 6-да келеді. Сөйлем present simple'да болады. You are on the phone again. Сен қайтадан телефонда сөйлесіп отырсың ба? Are you talking to Evgeny? Сен Евгениймен сөйлесіп отырсың ба дейді. Next exercise 6. Choose the correct words. Төмендегі берілген немен? Диалогты дұрыс етістіктермен толықтыруымыз, дұрыс сөздермен толықтыруымыз қажет. This dialogue between Dad and Millie. Яғни бұл Millie мен оның әкесінің ортасындағы диалог екен. Dad, hello Millie, сәлем Millie. Hi Dad, сәлем әкем. Can you tidy the living room, please? All your things are on the sofa. Сен қонақ бөлмені тазалай аласың ба? Сенің барлық заттарың диванның үстінде жатыр. Yes, in a minute. I'm busy at the moment. Жарайды, мен дәл қазір сәтте бос емеспін. Come on, Millie, it's important. Тез, Millie, бұл маңызды. But I'm doing my homework now. Бірақ мен қазір үй жұмысымды орындап жатырмын. Millie, you need to tidy the living room now. Millie, саған қазір қонақ бөлмені жинау қажет. Please, Dad, is it okay if I do it later? Өтінемін, әке, кейінірек жазсам болады ма? I suppose so, but don't forget to do it before you go to bed. Мен үміттенемін, ұйқыға жатпай тұрып, осыны жасауды ұмытпа. Okay, Dad, жарайды әке. Next exercise 7. Complete the sentence with and, but, or, because. Сөздермен төмендегі берілген сөйлемдерді толықтырамыз. There are photos on the wall, but no paintings, because my dad is a keen photographer. Our sofa is quite small and it's old, but it's very comfortable. I love these windows and there is a great view of the sea, but I spend a lot of time looking out of them.